жалпы декларация бұл 1990 жылы 25 қазанда қабылданды. Бұл яғни саяси экономикалық даму туралы құжат болған. Астан сасыда кімнің декларациясы ол? Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішев. Қазақстан Республикасының егемен ұлттың танымал көшбасшылары туралы көптеген мысалдар қалдырып кетті. мысалы кімдер? Олардың бірі Мұстафа Кемал Ататүрік, және де Махатма Ганди, Шарль де Голль, бір ұлттық көшбасшының біреуіне рөліне баға беріңіз. Бұл ұлттық көшбасшылар бағаға келгенде біздің президентіміз Қадыр Қасиет, біздің елбасымыз біздің елімізді қиын-қыстау кезеңде басқарды, және де Қазақстанның тәуелсіздігі осы кісінің қызметімен байланысты. Біз осы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті көптеген ірі халықаралық ұйымдардың бастамаларының авторы болып келеді, және олар ірі халықаралық ұйымдардың бастаушысы және де тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бүкіл елді таңғалдырған, дұрыс еткендеген жаңалығының бірі қолданған несі? бұл ядролық қарудан бас тарту еді. Бұл жаңалық, бұл қадам, бұл біздің мемлекетіміздің қандай да болсын бір жанжал болсын, оны бейбіт түрде шешетініне Бас тарту, яғни оны таратуға тыйым салу. Атымай не айтасың? Соңғы рет қашан? Соңғы рет осы ядролық Тұңғыш президентіміз Семейдегі ядролық полигонды жабылуына жарлық берді. Соған соңғысы 2008 жылы ядролық қаруды тарату Ең алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда ашылды. Оның ішінде 4 бөлім, 21 тарау және 131 бап болады. Ал 1995 жылы 30 тамызда біздің алғашқы конституциямыз ашылды. Оғықта 9 бөлім және 98 бап болады. Осы екі конституция бойынша біз қазіргі таңда 1995 жылы 30 тамызда қабылданған конституция бойынша біздің қазіргі мемлекетіміз өмір сүріп жатыр. Яғни енді шынайылығына тоқталып кетейік. Мысалы 1990 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясы қабылданды. Бұл жерде конституция бойынша Қазақстан халқын жоғарғы кеңес және президент басқарады. Бірақ шын мәнінде осы президент басқарғанымен ол жоғарғы кеңеске осының отчеттарын беріп отырады, есептерін беріп отырады. Сонымен қатар бұл конституцияда ескі әкімшілік қағидалар негізделген. Сондықтан бұл жаңа қоғам талабына жауап бере алмайды. Ал 1995 жылы 30 тамызда қабылданған конституция бойынша Қазақстан Республикасы демократиялық, зайырлы, унитарлы мемлекет болып қалыптасты. Яғни бұл шын мәнінде солай. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы болып отырды, және де конституциямыз еліміздің басқару жүйесін демократиялық етуге басты қадам жасады. Және де жаңа конституция негізінде құқықтық мемлекетті басқа болған демократияның дамудың бекіткен конституциялық заңдар қабылдана бастады. Жаңа конституциясы 1995 жылы 30 тамызда қабылданды. Ол конституцияда 9 бөлім және 90 жоқ, осылай бермейсіз сіздер ұсыныстайтындар шешімдер ұсыныстайтындар. Оны айтылды ғой маған негізі, қорытынды айтасың. Конституцияның маңызы неде? Конституция бұл маңыздылығы. Конституция бұл жалпы бізде заң дегенді білдіреді. Егер де елімізде заң болмаса, біртұтас ел болмаса, онда ешқандай да даму ештеңе болмайды. Сол себептен біздің ең басты мақсатымыз біздің алғашқы президентіміз айта кеткендей, мәңгілік ел болу үшін, мәңгілік жасап жүру үшін бізге ең бастысы тәртіп, заң керек. Сол себептен де біз ең бастысы конституцияға бағынып, заңды міндетті түрде білу керекпіз. Яғни заң бойынша бүкіл адам бірдей және де заңға барлығы бірдей бағыну керек. Жолдауларына толғауларды, жолдаулармен Қазақстан еркін елу, мәңгілік ел сияқты жолдаулары бар. Яғни конституция бұл бізге еліміздің дамуына айтқан жол ашады. Бүгінгі сұраққа негізі бір сөзбен қорытынды әсері берді ма, әсері болды ма, бұны
жақсы әсер алдым, керемет, өте қызықты өтті. Аха, жақсы әсер алдым. Так, балаларына Лас-Вегаста болған, яғни оқиға болған. Сонда мыңнан аса адам ішінде қаза тапқан. Бұл ненің салдары деп ойлайсыздар? Ненің салдары деп ойлайсыздар? Көше, бейбітшілік заманда көшеде қаза тапқандарға осылай белгі қойды, құрметті социалистерді алады. Қазақстан Республикамызда осындай келеңсіздік оқиғалар болмады емес, болды деп айтамыз, әлеуметтік мәселелер ғой. Дегенмен осындай жағдайға апаратын біздерде Аллаға шүкір ондай емес, иә. Енді бұл Америка құрама штатында Лас-Вегас деген қала бар екен, иә. Бұл кезде индеец бұлар еді. Ата бабалар индейецтер ғой, үндістер. Сол үндістерге құрмет ретінде оларға қанын қарап қанша пайыз ара аталар мысалы 20 пайыз болса да олар жеңілдік жасайды екен.